жаңадан келген новичоктар деп айтамыз, сол партнерлар да көріп отыр. Новичокқа, жаңадан келген партнерға қандай кеңес бере аласыз? Ең бірінші, қазір енді адамдардың барлығы уже анандай ғой, енді былай айтқан кезде оқыған, тоқыған, көзі ашық. Мысалы да біз егер де 20 жыл бұрын желілік маркетингті басталған кезде, мысалы біз еш нәрсе көрмей тура бір жақ направлениеде жүрдік та, мысалы да. Қазір адамдар оны сен айтсаң да айтпасаң да қарайды. Мысалы ең бірінші, әрине, компания таңдаудан шатаспау керек. Ол өте маңызды нәрсе. Өйткені адамның ол бір шатасты, екі шатасты, үш шатасты, мысалы да, жарайды, өз көңілі қалған ол бір жөн. Өзіңнің ақшан кеткен ол бір жөн. Сен қаншама, былай айтқан кезде, артыңнан ерген адамдардың арманы мен мақсатына балта шабасың. Мәселе сода. Неге? Өйткені көп адамдар желілік маркетингті именно табысты болсам деп келеді. Именно жаңағыдай үйлі болсам, машина алсам деп үлкен арман мақсатымен келеді. Сол себептен де ең бірінші, ол әрине компания таңдаудан шатаспау керек. Бірінші. Екінші нәрсе, адам әрине бұл жерде даму керек, білім керек та. Кішкентай білім. Өзіңізді айтады ғой, жаңағыдай қазіргі таңда уже 5 кітап оқысаң да бір университет бітіргенде жаңағыдай білім аласың деп, Желілік маркетинг туралы кітаптар өте көп қазіргі таңда да. Вот соның ішінен хотя бы 5 кітап оқысаңыз, мысалы да, сіз өзіңіздің біліміңізді уже 1-2 қадамға арттырасыз да. Сол себептен де бүгін обязательно білім керек. Білімсіз еш нәрсе болмайды.